Барлықтарыңызға қайырлы таң. Қазір сағат таңғы 7 және мен өте алыс жолға бара жатырмын. Қазір мен сіздерге жағдайдың барлығын айтып түсіндіріп беремін. Осы Батыс Қазақстан облысында Оралдан шамамен 300 шақырым жерде құмды дала бар екенін біліп, сол жаққа баруды шештім. Ол жаққа жолды білетін адамдар айтып еді. Техникалық жағдайы шамалы машинамен бармаған жөн деп, өйткені жолдары қотыр. Дегенмен айтқандарын тыңдамай, өзімнің ескі шаршаған оңдығымен басып кетіп, жолда тұрып қалдым. Андай жолдарға дөңгелектері шыдамай қайтсын, шашылып қалды. Сол жерде бірнеше сағат дөңгелекті жинап, азап шеккеннен кейін үйге оралдым. Сосын бірнеше күннен кейін құмға тағы да барып көрейін дедім. Осы жолы сенім артырарлық армяндық Сорентомен. Алдын ала супермаркеттен жолға азық алып, келесі таңы құмға аттандым. Қазір мен Оралдан шығып бара жатырмын, мінекей. Және менде жаңа басыма бір ой келді. Мен өз қаламдамын, өз мекенімдемін, бір жаққа алысқа кеткен жоқпын, сондықтан өзімен бірге нені алғым келеді, соны аламын. Әйтпесе бір жаққа алысқа саяхатқа шыққанда өзімен бірге сумкаға сиятын заттарды тек қана аламын, және сондай бір шектеу болды. Ал қазір еш шектеу жоқ. Өзімен бірге тіпті штативті алдым. Қазір осы камера штативтің үстінде. Мінекей осындай штатив. Ендеше әрі қарай жолға кеттік. Мен қазір Оралдан шамамен 120 шақырым жерде Чапай деген ауылдамын. Және бір нәрсені байқадым. Мына жақта бір аяғы Еуропада, бір аяғы Азияда орналасқан. Яғни демек мен қазір Азиядамын. Енді қазір мен Еуропадамын. Sound white, boy.
мен Мұқыр ауылына қарасты осындай құмды далада жүрмін. Және мына жақ нағыз бір Сахара сияқты. Шетке жақындадым және етер көрейік, кетті бәрі кетті. Өте әдемі, кәдімгі антистресс бар ғой. Кроссовканың барлығы енді құмға толып қалған, оған қоса үстім, қалтам, телефон барлығы да құмға толып қалды. Қазір күн батып бара жатыр және өте керемет әсем көрініс болып жатыр. Африкада, Сахарада жүрген сияқтысың, немесе Америкадағы ма, ана Питбуль мен Марк Энтонинің клипіндағы Rain Over Me деген сондай жерде сияқтысың. Бір Америкадағы шөлді дала сияқты. Мына құмның ұсағына назар аударыңыздар қандай. Мына қолдан ақша сияқты жоқ болып кетіп қалады. Немесе уақыт өтіп баратыр мені. Бұл немесе менің инстаграмдағы подписчиктар саны. Мені күнде батып кетті. Осындай саяхат болды. Біздің Батыс Қазақстан облысындағы Мұқыр деген ауыл, соның қасындағы осылай шөлді дала, кішігірім Сахара. Ондай үлкен шөлді дала деп айта алмаймын, шамамен 10 футболдық алаң сияқты көлемі. Егер осы видео қызықты болған болса, онда лайк басып жіберіп, менің арнама жазылыңыздар. Көріскенше.